Баршаңызға сәлем. Бүгін синнабон тәттісін дайындаймыз. Ең алдымен сұйық ашытқы дайындаймыз. 250 мл сүтке 2 шай қасық ашытқы салып араластырамыз. Термомикс чашасына 100 грамм сары май, 120 грамм қант, 2 жұмыртқа, сұйық ашытқымызды құйып, шым-шым тұз саламыз. 20 секунд 4-ші жылдамдықта араластырамыз. 550 грамм ұн салып, 3 минут колосок режимінде қамыр илейміз. Қамырды ыдысқа салып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Синнабон салмасын әзірлейміз. 100 грамм сары май, 100 грамм қант, 1 шай қасық даршын салып, 10 секунд 4-ші жылдамдықта араластырамыз. Көтерілген қамырды оқтаумен жазып, күрекше көмегімен салманы жағып шығамыз. Жайылған қамырды рулет қылып ораймыз. Өткір пышақпен бөлшектерге кесеміз. Болашақ синнабонды противенге саламыз. Бетін сүлгімен жауып, 20 минуттай көтерілуге қоямыз. Көлемі үлкейген синнабондарды жарты сағаттай 180 градус пеште пісіріп аламыз. Синнабон бетіне жағатын глазурьді дайындаймыз. Қант пудрасын жасау үшін 100 грамм қантты 10 секунд 10-ші жылдамдықта ұнтақтап аламыз. Бабочка насадкасын қондырып, 150 грамм кілегей, 100 грамм кілегейлі ірімшік саламыз, 10 секунд 4-ші жылдамдықта араластырамыз. Синнабонды пештен шығарып, ыстық кезінде глазурь жағамыз. Синнабондар өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк қойып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Шайларыңыз тәтті болсын.